Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез уақытта дайын болатын ананас қосылған салаттың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бұл салаттың жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сізде отбасыңызда өте дәмді салат жасап қуантыңыз. Салатты жасау үшін бізге қажет болады тауықтың еті, жүгері, және де қайнатылған жұмыртқа, сыр, және де ананас қажет болады. Кез келген консервідегі ананасты қолдана берсеңіздер болады. Барлығын көбіктеп турайтын боламын. Бисмилля деп жұмыртқаны да үлкен көлемде қып көбіктеп турап шығамын. Ананасты да дәл солай көбіктеп турайсыздар. Сырды да көбіктеп турап шығамыз. Тауықтың піскен етінде бұны да көбіктеп турайтын боламыз. Енді жүгеріні қосамыз. Және де майонезімізді қосамыз. Татымына қарай аздап тұз қоссаңыздар болады. Менде барлығы тұзға піскендіктен тұз қоспадым. Енді жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді дастарханға әсемдеп ұсына берсек болады. Өте дәмді, тойымды салат болып шығады. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Бетіне күнжіт сеуіп жатады, күнжіт сепсеңіздер де болады. Міне, біздің салат дайын болды. Өте әдемі, нежный салат.